Бүгін муравейник тортын жасаймыз. Жасалу жолы өте тез және көп затты қажет етпейді. Алдымен ертілген сары майға қант, қаймақ саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен ұнды салып қамыр илейміз. Дайын қамырды салафанға салып, мұздатқышқа 30 минутқа қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырды алып, үккіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Енді крем дайындаймыз. Жұмсақ май және вареный сгущенканы миксерлеп аламыз. Дайын кремді тортқа қосып, жақсылап араластырамыз. Енді формасын дайындаймыз. Мен қамыр кесетін форманы пайдаландым. Муравейник тортты кішкентай формаға салып, дөңгелек етіп жасадым. Дайын торттың бетін қалау бойынша мақ шоколадтың крошкасын себуге болады. Бүгінгі рецепт көңілден шығады деген үміттемін. Жасап көріңіздер. Менің парақшама жазылып, жүрекше басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.